Баяғыда, сонау бір галактикада бала кезінен жұлдыздарды армандайтын Ерасыл есімді бала өмір сүріпті. Ол ғарышты бағындырған, аты аңызға айналған ғарышкер Айдарды жиі армандайтын, ал Ерасыл өзін Айдардың орнында жұлдыздар арқылы ұшып, планеталарды зерттеп жүргендей елестететін. Содан бір күні оның арманы орындалды, ол арнайы тапсырмаға шақырылды. Ерасылға Falcon ғарыш кемесімен ұшып, түрлі түсті жұлдыздар жарқыраған белгісіз галактиканы зерттеуге тура келді. Бірақ бұл жолда оны не күтіп тұрғанын ешкім білмеді. Бастамас бұрын Ерасылға Сұңқарға экскурсия жасалды. Бұл заманауи, қуатты кеме болды, бірақ ерекше таң қалдырды. Оның Бек атты кішкентай, сөйлейтін робот көмекшісі болды. Бектің өлшемі үлкен кітаптай, көздері жасыл түсті. Ол төтенше жағдайларда көмектесу үшін жаратылған және өте мейірімді мінезге ие болды. Міне, көптен күткен сәтте келді. Ерасыл скафандрын киіп, ұшқыштың орнына отырды да Бекті ертіп алды. Кеме жерден жайлап көтерілгенде, Ерасыл рахаттана қатып қалды. Иллюминатордың ар жағында сансыз жұлдызға толы кеңістік ашылды. Бірақ біраз уақыт ұшқаннан кейін кеме кенет жылдамдығын бәсеңдетіп, дірілдей бастады. «Жоқ, Ерасыл», деді Бек уайымдап. «Қозғалтқыштарға бірдеңе болған сияқты. Салқындату жүйесін тексеру қажет». Ерасыл құрал саймандарды алып, кеменің артына кетті. Онда ол салқындату жүйесінің түтіктерінің бірі зақымдалғанын, ол арқылы ыстық бу шығып жатқанын анықтады. Кілтті қолына алып, Ерасыл болттарды абайлап қатайта бастады. Бек оны көрсін деп жасыл көздерін жалт етті. Ақыры түтік жөнделгенде, мотор қайта іске қосылып, кеме жолын жалғастырды. «Керемет, Ерасыл», деп Бек мақтады. «Сіз нағыз ғарышкерсіз». Көп ұзамай олар ғарыштың таңғажайып аймағына тап болды. Онда жұлдыздар әр түрлі түстерде жарқырайды. Қызыл, көк, жасыл және тіпті күлгін. Бірақ кенеттен жолда ғарыштық құйын пайда болды. Ол олардың кемесін сора бастады. «Күте тұрыңыз, Ерасыл», деп айқайлады Бек. Рульді ұстаған Ерасыл кемені құйыннан алыстатуға бар күшін салды. Бірақ құйын қаттырақ болып, сұңқар желде жапырақтай айнала бастады. Бақытымызға орай, Ерасыл олардың кемесі арнайы турбо режиммен жабдықталғанын есіне алды. Түймені басып, ол қосымша қозғалтқыштарды іске қосты, ал Falcon құйыннан аман қалды. «Уф, бұл қорқынышты болды», деп күрсінді Ерасыл, бірақ оның көздері қуаныштан жарқ етті. Осыдан кейін олар бейтаныс планеталардың біріншісіне қонды. Ол биік көк таулар мен үнсіз әуезді дыбыстар шығаратын оғаш жарқыраған өсімдіктермен жабылған. Көп ұзамай оларға көбелекке ұқсас қанаты бар кішкентай тіршілік иелері келді. Бұл би және жарық арқылы байланысқан планетаның тұрғындары лумилер болды. Әсіресе жарқыраған бір лумис Ерасыл мен Бекке қалай қозғалатынын көрсете бастады. Олар бұл сәлемдесу екенін түсініп, биді қайталауға тырысты. Лумис қуана жарқырап, сосын алыстағы төбені нұсқады. Ол жерде жұлдыздай жарқыраған хрусталь болды. «Бұл кристалл сіздің кемеңізге ең алыс планеталарға жетуге мүмкіндік береді», деді Бек. Ерасыл кристалды абайлап алып, лумистерге сыйлығы үшін алғыс айтты. Falconға кристалды орнатып, олар қайтадан ұшып кетті. Көп ұзамай Ерасыл мен Бек басқа планетаға келіп, Гурах есімді ежелгі дана тасбақаны кездестіреді. Гура оларға өзінің жұлдызды білімнің соңғы сақтаушысы екенін айтты. Ол ежелгі ғарыштық маршруттар мен қазынаға толы жұмбақ планетаға апаратын карта туралы құпияларды сақтады. Бірақ бұл карта қиындықтарға толы лабиринтте жасырылды. Гура картаны Ерасылға сеніп тапсырды, бірақ лабиринтте батылдық пен шыдамдылық таныту керектігін ескертті.
Лабиринтке енген Ерасыл мен Бек түрлі кедергілерге тап болды. Жұмбақтар шешкенде ғана ашылатын есіктер, бәрі өзгерген дәліздер, және нағыз шығудың қай жерде екенін анықтау қиын ғарыш айналарына толы орындар. Ақырында барлық қиындықтарды жеңіп, олар картасы бар жасырын бөлмені тапты. Бұл алтын жіптермен жарқыраған ежелгі жұлдыз картасы болатын. Ол алыстағы жарқыраған Синтра планетасына жол көрсетті. Онда аңыз бойынша сиқырлы энергия жасырылған, ғарыш кемелеріне ерекше күш береді. Ерасыл кемеге қайтып келгенде, керемет мақтаныш сезіміне бөленді. Бек те қуаныштан жарқырап тұрды, өйткені оларды жаңа шытырман оқиғалар күтіп тұрды. Әр сынақтан өткен сайын рухының нығая түскенін сезген Ерасыл күлімсіреп, тағы да қанша дүниені аралайтынын ойлады. Синтра планетасына барар жолда олар жұлдыздар өрісінен ұшып, жасырынбақ ойнап жүргендей болып көрінетін кометаларды кездестірді. Ерасыл мен Бек картада көрсетілген жарқыраған жұлдыздың соңынан еріп, ақыры жұмсақ көк жарықпен жарқыраған Синтра планетасына жетті. Синтрада оларды жұлдыздық энергия туралы сыбырлайтын үлкен, құдіретті ежелгі ағаштар күтіп алды. Ерасыл мен Бек сиқырлы орманда аралап қиналып, энергияның жарқыраған көзі бар планетаның орталығын тапты. Олар өз кемелерін осы жарықпен толтыра алды. Енді Фалкон жарықтан да жылдам ұша алды. Осы энергиямен олар шексіз сапарларға шығып, галактиканың басқа тұрғындарына көмектесіп, жұлдыздарды зерттеп, өздерінің шытырман оқиғалары туралы әңгімелесу үшін үйлеріне оралды. Енді Ерасыл кез келген қиындықтар мен жаңа ғажайыптарға дайын нағыз ғарышкерге айналды.